Сәлем баршаңызға. Бүгінгі видеода алдыңғы жасаған регистрациямызды аяқтайтын боламыз. Яғни верификация жасаймыз. Жаңағы Google-дағы Феберлік компаниясының сайтта жұмыс жасайтын боламыз. Вход дегенді басамыз. Біздің тіркеген номерге SMS барады. Сол жерде логин, ключ барады. Сол жердегі логинді тіркейтін боламыз. Введите ключ дегенге ключ енгіземіз. SMS пен бірге келген. Войти. Кіреміз. Личный кабинет. Мені Қошқарбаева Айжан Тұраровны алдыңғы видеода тіркеген болатынмын. Енді введите ключ SMS дейді. Ключ келген бізге алдыңғы, соны тіркейміз. 58-029. Подтвердить. Яғни бұл біз номерімізді тіркейміз. Енді осы жерде мына тұрған человечекті басамыз. Немесе мына бір тұрған удостоверениенің фотосы бар ғой, соны басасыздар. Басқан уақытта осындай біздің Айжан әпкенің данныйларын өзгертетін боламыз. Ең алдымен адрес доставки өзгертеміз. Үстінен басамыз адреса доставки. Добавить адрес. Енді осы кісінің тіркелген, біз тіркеген адрес бойынша пункт выдачи табамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, Түймекент ауылында жоқ екен. Пункт выдачи. Адресті Сарыкемер деп өзгертеміз. Сол кезде осындай адрес шығады. Енді сіз өзіңіздің елді мекен жайыңызға байланысты адресті, мекен жайды өзгертесіз. Мені Беге дегенді таңдайын. Және де сохранить деген батырманы басамын. Запись прошла успешно. Окей дейміз. Адрес доставки өзгерттік. Енді документі енгіземіз. Документ енгізбесеңіз, сіз ешқандай тапсырыс жасай алмайсыз. Добавить документ. Страна деген өзіңіздің елді мекеніңіз жазасыз. Мына жерге енді жазатын боламыз. Енді жазғаннан кейін изменить фото дегенді басып, файлыға кіріп, өзіміздің жаңағы кісінің удостоверениесін табамыз. Енді теріп, фотоңызды енгізіп, странаны таңдап болғаннан кейін сохранить дегенді батырманы басасыз. Мінекей сақтап алдық. Запись прошла успешно. Удостоверение енгіздік. Енді біз настройки бөліміне барамыз. Сіздің пароліңізді өзгертеміз. Неге десеңіз, кейінгі уақытта парольді ұмытып қалдым, кабинетіме кіре алмай қалдым деген әңгіме болмас үшін сіздің 733-998-987 деген номеріңізді пароль етіп қоямыз. Сонда сіздің номеріңізде, пароліңізде екеуі бір болады, және де ұмытып қалмайсыз. Бұны да сақтадық. Болды, біздің настройкамыз барлығын жасадық. Ең басты осы үш
үш верификацияны жасаймыз: удостоверение, адрес және пароль. Егер де код бармай, смс бармай жатқан уақытта өзіңіз обратная связь деген батырма бар. Мына обратная связь деп, сол жерге қазақ тілінде де, орыс тілінде де жазып, жаңа тіркеген кісіңіздің данныйын жазып алсаңыз болады. Каналым пайдалы болса тіркеліп, лайк басып, қолдап кетуіңізді сұраймын. Ал егер де менің командама келемін десеңіз, төменде тұрған ссылканы бассаңыз, регистрация жасау үшін ссылка деген ссылка бар, соны басып командама өтсеңіз болады. Немесе WhatsApp ссылкам бар, соны басып келсеңіз болады. Сау болыңыз.